Тасып жатыр, бойда батыр. Ата келді. Ата! Қалайсыз ата, жақсыз ба? Еліміздесің, ойбай. Үйші қалай, әжем қалай, бәрі жақсы ба? Жолдас болмағың ба, тарт қолыңды. Өлтіресің. Нағаш адамың ғой сенің. Қуанып жатыр ма енді ата? Қалай, аман жейсіңдер ма? Амамыз бәрі. Жағдайлар қалай? Жақсы. Бәрі үйде ма? Жындакең үйде ма? Жындакем, я үйде ғой. Зülfan үйде ма? Мен солын düşкем, қызым. Мама үйде. Сағынып келедім ғой соны. Не ма? Әй, құтты болсын. Рахмет. Мен саған бір көрімдігім бар, тоқтай тұр қазір. Беріп қойайын. Қай жақта ет бұл. Дәсірем бал бұл. Қай жаққа салдым. Міне. Құтты болсын ба? Көрсет бірінші. Көріскенде үйде ғой? Үйдесіз. Сабой емес па өзіңмен? Жо, сабой емес, шай дайындап сізді күтіп отырық. Үйлендік па сен? Иә. Мезде сүндет тойып деп жүрмін ғой, балалы қоқ ап кеткен ғой, мә құтты болсын деді. Азда болса көп дей көрай бәбәйін. Ой, ата, мынау көне 200 теңге ғой, баяғы. Ана пенсияңыз түскен кезде сразу немерелеріңізге бөліп отырсаңызшы. Ой, әкеп тұрым соған да рахмет айт. Рахмет ата. Ай! Үдесің белімді! Ешак! Айуан, піл құсаған! Жардай болып кеткенсің ғой сен қазір! Нандай арумхан мен баяғы? Қазан бас! Істам наны! Наны ма? Жүр үйге, алып жүр. Ата, сіз жаман сағын кеттік ата үйге. Эй! Істам наны! Ұмыт кеттік. Алып жүр. Кеттік. Жүр үйге. Эй! Көмектессей? Бір өзім жүрем ба? Ой, ата, бір өзіңіз келдіңіз ғой, жаңа жүріңіз. Тартпа! Тартпа! Ой, болмас! Қырық болмаса өзім жүрем. Ой, сағынып келдім. Айқалай бір. Ей! Істам наны! Мінездің қарсай бұның? Болды, жүріңіз. Жай, іста. Нежіні. Астыма мінген атым Геннадушка. Шабамын көңіл ашып немін үшке. Не стоит на свете жить етуге. Азырақ ойнап күлмей маладушка. Зулқия, юрқия, хатирай, сағирай, күлзипай, назирай, женағимай, бәдимай. Құрметті достар, трейдинг саласында өзіме жаңа жол аштым. Уже 2 айдан бері осы платформаның ең ыңғайлы және де тұрақты екеніне көзім жетті. Ол мінекей Pocket Option платформасы. Жаңа қатысушыларға демо шотпен сауда жасап жаттығуға кеңес беремін. Сауданы сәтті ашу үшін 2 жол бар. Біріншісі графиканың қозғалуына қарай сделканы жоғары немесе төмен ашатын боламыз. Ал екіншісі сіздің сауда жасайтын суммаңыз өзіңіздің жалпы суммаңыздың 10 немесе 20% ғана құрауы қажет. Ал енді достар, тапқан табысымызды қалай шығарамыз, соны көрсететін боламын. Описаниядағы ссылка арқылы өтіп, білеміз 100 промокодын қолдану арқылы толтырған суммаңызға 100% бонус алыңыз. Дүниемнің ірік етіп, семіре пілдің туған сіңілісі құсап. Не болды, мама? Кімнің сіңілісі? Айдана, семіре кеткен ба? Неге шынымен жаман қатты семіріп кетіпсіз? Ей, не ғой бұл? Семіздіктен бұрын. Ісік қой бұл. Нағажайым жартысы ісік қой. Мәне, бейт тұрса ісік болады екен. Сол ісік кеткесі ғой. Өзіңнің ойың жоқ па? Қашқанмен қашып, қуғанмен қуып, ісіктесе ісіктеп, семірттесе семірттеген нес? Бір осылардан поддержка күтейін десеңше, жығылған үстіне жұдырық болады ғой бұлар. Жо, негіз, мама, қараңыз, мен де семіріп кеткем мынаған. Балшай бала туғаннан кейін. Қарасың, семіріп кеткем ғой. Не, мынау қаяқтарың азбақшын, анарестичка болмақшындар ма? Осы не сән осы қыздарға? Арық болады, семіріп кеткем, семіріп баршы бар, тірлігін істеші бар. Подушка безопасности деймін.
азу керек маған ше. Соска болып. Ey canım, solnişkam. Kızım деп келдім ғой ауылдан, ат терледіп. Ey canım, жақсы көрем ғой. Ой, қойшпа мына еркелетіп кеттіңіз, кішкентай қызым. Базарлыға келдім ауылдан. Беріп қояйын. Мынау қолдың сармайы. Таза қолдың майы ма? Рахмет баба. Мынау қолдың наны міне. Апаң жапты арнайы. Иісін қарса, иісі ауылдың иісі мүңкіп тұр ғой ма? Рахмет баба, бекер әуре болдыңыз ғой. Мынау сиыр бар ғой үйде. Қолдың айраны міне. Таза, натуральный. Айран да алып келгенсіз ба? Бала бар, келін бар, ішеміз қайдер болды. Рахмет баба. Мынау құрт мынау міне. Таза қолдың құрт ма баба? Жоқ, бұны магазинде сатып алдым. Бір балашып қоймай алыңыз, ата дегеннен кейін алдым магазиннен. Енді қалғаны немере келінмен, немере балам аруғанға өзің бөліп берерсің ішінен. Оля, папа, ауылда бір нәрсе қалды ма? Ішінен мамам шығып тұрмасын? Жоқ, мамаң сыймайды ғой бұған. Қалған өз балдарға ішінен бөліп бер құдай қалсы, базарлықтың бәрі бар. Ай, кім қайда? Қайып қайда қайып? Ой, қайып далада ғой, білесіз ғой. Тірліктер мен трактордың астында қым қиға шайтыр, тынбай жүре береді ғой. Әй, жындакең қаяқта, шағыш бар. Білімді алдашы? Бар шағырып кел, бар, тұр. Бол, тұр, бар шағырып кел. Атаң шақырып жатыр де. Бол. Bir ağız айтқан кезде зырылдап кетсеңдерші. Бар шағырып кел. Папа біраз боласпайды? Көреміз, бір 2-3 күн аялдаймыз осы жерде. Дем басы болайық сәл уақыт. 2-3 күн қонып аялдап кетіңіз, осы жерде болыңыз. Мен жарты сағат отыра тұрсаңшы, келін шайыңызды беріп не қылады да? Мен зу бір жерге барып келейін мақыма? Болды. Келдің шайын ішейік. Бір қолмен ойнайым ғой мен, Айдана семен. Әлі. Қойшы ойнамай, не білен ол? Асылбек, мына не үшін алдың негізі Сега деген. Сега демешей. Адам абыройын сүр. PlayStation бұл. Tetris дейсен бадың ба? Мақыл PlayStation. Немене қыласың? Өзім алдым ба мен бұны Айдана? Өзім алдым ба? Балам алдым ғой. Мәсе Асылбек басың істей ма сенің? Балаң 6 айлық екен білмейсің ғой негізі? 6 айлық болып тұра бермейтін жар енді. Өседі ғой ертең. Үлкен болғасын ойнайды. Оған дейін мен ойнай тұрамын да, уровендерін өтіп, оңай қып қоймайын ба? Қош. Асылбек, мен бала тудым қанша дегенмен семіріп кеткен қарасай майларым деген іргілеп жатыр деп. Ай, семірмегесін ей. Ой, айта берш, ренжімеймін, қарасай майларым шығып кеткен ішім деген қарасай. Қумаш семірмегесін деймін. Сәл не де болса да шығып кеткен қарасай, майлар деген қарасай бүйтіп отыр. Я, кішкене салақ қой, салақ семіргесін. Білем ғой, өстіп айтатынды білем. Қош, керек емес. Уже семіргенсің, түрің кеткен, уже фигураң бычыт болып кетті. Арғай тастайсыңдар, лақтырасыңдар әйелді. Білем ғой арғарай. Мақыл, ойнап айтып отырмын. Арықсың ғой сен, азып кеткесін. Қош? Мынандай, әдем мынандай болып қағасың. Әдем болып қағам ба? Білем ғой, жақсы келесің ғой негізі сенше. Атаңыз дұрыс айтқан екен ғой. Қандай ата? Елбасы атамыз да. Егер әйелің дейді, әдем болатын болса, сен сондай ақылдысың ғой деп айт деген ғой. Егер ақылды болатын болса, сен сондай әдемсің деп айт деген. Егер екеуде болмаса, сен сондай арықсың деп айт деген. Қой Асылбек, өмір өстесін сенше, кетші бақ. Әке! Әке! Папа! Батя! Не? Не дегеніз? Жүрсеңші, ата шақырып жатыр. Қай атаң? Қай ата болғанда өзімнің жалғыз нағаш атам ше? Жынды атаң ба? Екеулеріңізге не болған? Жаңа атаны көрсем айтады, жынды екен қаяқта дейді. Сіз енді айтып отырсыз, жынды атаң қаяқта деп. Кәрі қақпас 5 жыл өтіп енді кеп тұр ма? Қашан кетеді екен ол? Білмеймін. Жаңа азанда келді. Қазір заттарды реттеп жатыр, сол сізді шақырып жатыр ғой. Арухан, қоя тұр оны. Мен саған бір сырды айтайын, сен үлкен жігіт болдың ғой. Сен сол атаң зэк. Да, ну. Хош. Серьезно? Кәдімгі өзімізді аташке? Түріне қарасаң айтпайсың ғой вообще. Түріне қарасаң періште,
Мәссаған. Ол папа зек деген не ол? Не білетін адамса дану деп атсын. Білмесең, зек деген бывший заключенный. Қылмыскер. Бәсе, ана сіздер мені каникулға жіберетін едіңіздер ғой сол үйге. Үйіне барсаң болды, нардысы көп. Анау, жаңағы бутылканың ішіне кеме салып істеп отыратын еді ғой. Ей, Арухан, мен не үшін қашып жүреді дейсің сен атаңнан? Сол үшін қашып жүрем мен. Вообще мен қайын жұрттан қашып жүрем. Қайын жұртты алыс ұстау керек, Арухан. Түсінесің ба? Мысалы сен қайын жұртшыл боласың сен, болды. Мен қалай қайын жұртшыл болам, папа? Әлі көрген жоқпын қайын жұртымды. Вот именно сен көрмедің. Сен қазірден бос ұстап сен әйеліңді. Сен ертең қайын жұртшыл болып кетесің сен. Түсінесің ба? Қайын жұрт дегенді алыс ұстау керек, Арухан. Ой, сіз алыс ұстап жүрген жоқсыз ғой. Просто аталар алыс тұрады ғой. Ол да бар. Бірақ мейлінше қайын жұрттан алыс болу керек. Вообще жоламау керек қайын жұртқа. Түсінесің ба? Вот сол үшін атаңнан қашып жүремін мен сен. Атаңа айтасың, Арухан. Ана атаңа, жынды атаңа. Мен жоқпын. Көрмедің мен. Сізді жоқ деп айта берейін ме енді? Жоқ де, үшті үйлі жоқ. Бар. Қақы кетті деп айтайын. Рейске кетті дейсің, рейс. Рейс, не самолетке мінейін деп жатсың ба, папа? Қандай самолет? Трактордың рейсі. Арухан, баршы. Трактордың. Самолет деп ойлап қалдым ғой. Болды, пап, сен жоқ деп айтам, я? Жоқ деп айтасың. Бәрі қақпас. Біздің жейтініміздің бәрін шыбын жеп кетті ғой таңнан. Ай, маман, кішкене нан жеп, не қылып отырсаңызшы? Жемеймін, диета ұстаймын. Маған ренжіп қалдыңыз ба не? Ай, жоқ, ай. Іркілдеп кеттік қой диета ұстамасақ. Ой, не қыласыз, мама, диетаны? Сіз өзіңіз и так красавицасыз ғой, фигураңыз мощный ғой. Гүлжан. Кел, Зүлпан. Ай, немене мерекеге кіріп ағасың ба? Кіммен жүрсің ғой? Қалай жағдайлар, аман есен ба? Өлә ауылдан папам келген ғой. Қош, папам келді ме? Кәдімгі базарлыға келген ғой, сонымен подружкамен бөлісіп қойын деп жатырмын да. Міне, құрт әкелді, айран әкелді, сары май, нан, бәрі ауылдың заттары ғой. Қиял? Біз қалада тұрамыз ба? Біз де ауылда тұрамыз ба? Бар ғой, айран, құрт бәрі бар ғой өзімізде. Ой, папалар ауылында тұрады ғой. Таза десе, я? Тазаның тазасы ғой. Тауда? Тауында бөктерінде тұрады ғой. Бөктер бүйтіп бідеп, біздің папаның үйі тұрады ғой. Тура сол жерден келіп тұр заттардың бәрі. Үдетіп жүреді екенсің сен де. Табиғи ғой, алып отырыңдар. Сосын бар емес пе? Біздің папалар ше, мына диқан баба деген ұнды қолданады екен. Осыдан ішеді екен бүкіл тамағын. Міне, қарасай. Осы диқан бабадан ішеді екен. Сендерің де папаларың ішеміз деп сөйлей ма ұнды? Негізі ұнды жейді ғой? Негізі илеп жейді ғой? Илейді деп қойсай. Бізде ішеміз деген әдет болып қойғанда енді. Осы диқан бабадан ішеді екен барлығы. Әдемі екен, е? Жақсы екен. Бірақ бізше 2 қаппа, 3 қаппа ұн әкеп қойған үйге, е? Қойай. Бірақ бар ғой, е? Болмай қапты бұрынғыдай. Ағат ана ұн. Ойбай, мынау диқан баба вообще ақпайды. Қойшы. Бірікпей ма, сосын бір албас илегінге келмейді. Ойбай, мына диқан бабадан алсаң, кәдімгі мощный бірігеді ғой. Біріккенде осы диқан баба бірігеді. Сосын ана бауырсақ ашытамыз дегенбіз ғой. 3 сағат күттік ғой, көтерілмеді ғой, анау бар ғой. Ойбай, мына диқан бабадан алсаң, потолыққа дейін көтеріледі ғой бірге. Қойшы. Мощный. Сосын андай болып кеткен ғой біздікі ше. Қандай? Молочный свет болып кеткен, аппақ емес те. Диқан бабаның кәдімгі көрініп тұрғанмен аппақ қой. Қойш. Мощный кәдімгі. Осыдан қолданыңдар. Айнаны апар қойшы мына үйге. Көрейік. Етке шақырасыңдар ғой, ертең ба, бүгін кешке, бүгін астыңдар, бүгінге ма шаңғытпыш. Етке мощный болады надан ше, әдем болады. Бірақ менше қазір ұн, қамыр, нан дегендердің бәріне ұстап қойып тұрмын. Не ақ? Диета ұстаймын. Ой, мына диқан бабаның ұнын жей берші. Бұл таза ұн ғой, ешқандай семіртпейді. Негізі таза ұндар семіртпейді дейді, рас екен ғой, е? Рас ғой, семіртпейді ғой. Негізі сен диета ұстай алмайсың. Ұстай аламын. Не болды мен лоқ қып? Ұстай алмайсың, ұстаймын неме аузым тия алмайды деп тұрып, басқалардың бәріне ұстап қойғанда аузыма ұстап қоя алмайды деп тұрсың сен? Ұстай алмайсың, мен білем ғой, 20 жыл болды ғой айтып келатқаныңа. Давай спорласайық. Болды, спорласайық онда, кел. Неге спорласамыз? Сен мантаваркыңа спорласайық. Ой, сарлы мен мантаваркым. Сен үйіңде тұр ғой, 2 ай болды ғой көрмегенімізге. Дұрыс қой, енді осы спордан кейін мен ұтып аламын ғой. Сосын сен менен сұрап келесің. Мен бермеймін. Өзіңіз жаңасын сатып ал деп айтам да. Құмашей, нормаль нәрсеге спорласайық та. Алтыныңа спорласайық онда сен. Алтыныңнан қолыңдағы. Кән алтын көріп тұрсың ба? Міне алтын. Жоқ қой. Қаяқта алтындарың барлығы? Ломбардта? Ой, Алла, таң қалам осы қазақтың әйелдеріне ше. Сәл қолдарыңа тағып жүрсеңдер, болмаса үйге бір шипандердің үстіне қойып қойсаңдар болмай ма? Обязательно көрінсе ол жылдырап тұрса болды, ломбард қотқа жүру керек па соны сразу?
Жоқ қой, жоқ болғаннан кейін өткіземіз де, жетіскеннен өткізеді дейсің ба соны? Бар болса жарқырап жүрмейміз ба біз битпей? Давай битейік онда. Диета ұстайсың. Сен мен ұтатын болсам, сен алтыныңды ломбардына шығарып бересің маған. Мен ұтсам шал. Сен ұтатын болсаң, гап ойнаймыз ғой біз айына бір мәрте. Сол гаптың 2 габын мен төлеп беремін саған. Серьезно? Серьезно? 40-40-40-ыңнан болады, 20 болды, мен төлеп беремін. Болды? Болды. Бұл кесінен. Айтып кезедің бар еді, айтып кеш. Мересі болшы, не дереді қой? Болды. Шайдан алайық. Ата, құртыңыз күшті екен. Құртыңыз зор екен дейм. Мынау маған құр көт дейді ғой? Жоға, ата сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Айтады, мұрныңды сүрт дейді. Мұрныңды сүрт дейді. Мынау маған түргеттік дейді ғой? Жоқ ата, сіз дұрыс естімей жатырсыз. Әзілдеп алдым, әзілдеп. Естіп отырмын ғой бәрін, естіп отырмын. Шайың жақсы екен. Шайды үзбей беріп отыр. Беріп отыр. Мен мынау Аруханның нағашы атасы болам. Өткен жол енді тойға келе алмадық. Көрген кезде бір сәлем сап тұрған дұрыс енді кішкене арасында. Ойбай ата, кешіріңіз. Рахым. Сен сәлем самағансың ба? Тұрда тағы салып біреу. Салып отыр ғой. Кешірім ғой бұл. Ұлтап, рахмет айналайын. Ата-ана тірліктен қол болсамай ұмыт кеткен ғой. Біз де келе алмадық қой өткен жол тойға. Кішкене танысып білсамадық. Телефонмен жіберген, оны байқамағанбыз, телефон деген бәле болды ғой қазір. Өзіңде ауылы аман есен ба? Жақсы. Әке шешең бақуат ба? Шүкір жақсы. Атың кім келін? Мария. Дария? Мария. Дарила? Марикош. Мария. Молодец, Мария, жақсы. Біз жұмыстан қол басамады алдыңғы жолы. Келе алмадық. Ата, осы сіздер не жұмыс істейсіздер? Каргодамыз ғой біз. Апаң екеуміз, Мәссаған. Шай. Қызылдау қып қойш кішкене. Қызылдау қойсай? Құйып атыр ғой. Болды, жетеді. Рахмет келін. Келін, мынау біз немере екеуміз оңаша әңгіме қылсақ. Барсай бар. Тіршіліктерін істесей. Біз әңгіме айтып алайық. Сосын мен атам келген кезде ет асшы, ет. Күріш іште сосын. Не болды? Жекіріп соншама. Келін емес пе жаңа түскен? Айқайлап, зірк-зірк етіп olsun. Жаңадан бір байқап отырмын. Үйленгендеріңе бір-екі ағай болған жоқ па? Немене böyle ол? Сыйластық қайда? Просто ата сіз білмейсіз да, келінді бит ұстау керек қой. Қайда ұстау керек? Келінді бар емес па ше, ашсаң алақаныңда, жұмсаң жұдырығыңда. Ашсаң алақаныңда, жұмсаң жұдырығыңда дейді ғой. Әйел деген нәзік болады. Айқайламай, кішкене қас-қабақ қонақ жұмсауға болады. Мен апаңа бір зеркілдемегем ғой. Бір айқайлап жегіріп сөйлеген емеспін осы уақытқа дейін. Сәл бүйтсем ақ болды, өзі айтқанымыз істеп екетпейді. Болмайды ондай кішкене, көңіл бөл. Жаңа түскен келін емес па? Болмайды ондай, сыйластық қайда? Сен тірегісің ғой сен. Әйел дегенді күшпен емес, мынау ақылмен, біліммен айтқан істеду керек. Арасында қол дейсе төркінге жіберіп тұр. Папа мамасына әлеу деп хабарласып, қал жағдайын біліп тұр. Қайын жұртың сенің, сенің де папа мамаң. Мен қайын жұртқа өйтіп қызмет қыламайым мен. Ол маған келгеннен кейін қайын жұртпен сәл алшақтап араласу керек қой, маған солай ұнайды мысалға. Вай сор, нақалай. Жындакең еш нәрсе үйретпеген ба? Сен күйеу боласың ғой? Кішкене қызмет қылу керек, еңбегің сіңу керек. Болдың ба шай ішіп? Болдың ба? Ыстық болып кетті, жүр. Құлаққа ма тәлдірек деп, мән анжейсің ба? Берілесің ба? Жоқ, Босай. Отыр.
Отырма, түз бар жүгір. Енді біттің ғой екінші жүгірікті. 6. Дейсің ба? Санасай? Толықсыз, 4-ө енді болды ғой. Толық жат, жата бер. Ойбай, жан мен саған ұрсайын деп ұрысқан жоқпын ғой. Ата қонақ қой, просто келеді кетеді ғой ертең. Не болды сонша атаң көзінше қатты ұрсып, шай қой, бейт, сөйт деп. Мен саған ұрсайын деп ұрысқан жоқпын. Просто атаң көзінше аш көзіне батқанмын ғой, жаным, мен кешірші. Тамақ пісір деп, тамақ пісірмей жүрген бем? Пісіріп үшін әдем болып жүр бәрі. Мен саған қанша айтам, біздің мышлениеміз жоғары болу керек. Ортамызда гармония болу керек деп. Болу керек. Мен просто аш көзіне батқанмын ғой, жаным. Қолыңда кеш кәнекей. Менше... Сенің кетік ата. Көп жатса. Қалайсыз? Не ғой, тамағым күйіп қапты, шемен кетім ата. Тава күйіп кеткен ғой. Чорт! Подкаблук! Не болды жаным күнімді өліп бара жатсың ғой. Бағана өзіңіз айтқан жоқсыз ба? Қызға жекірмей сөйле, ол сенің артыңнан келеді, саған сенеді дегеннен кейін. Сен сөйлеп жатырмын ғой енді. Мен саған осылай істе дедім ба? Қолын сүйіп, ас үстіне түсіп, аймалап баратсың ғой. Білмей қалдым ғой енді. Әкең қайда? Трактордың астын көрдіңіз ба? Көрдім, жоқ аяқта. Аяқты көрдім, бияқты көрдім. Білмеймін ғой, там айналып, қашып жүр ғой. Сіз оны іздей бермей, звондасайшы қазір, 21-ші ғасыр. Телефон бар ма менде? О да болған менде жоқ қой, қайтып звондаймын. Иә. Білмеймін, бағана үйге кіріп кеткен, үйде ұйықтап жатқан шығар, может. Үйде ма? Сондай шығар, иә. Жүр көрейік үйде. Жүріңіз. Көрінген нәрсен жей бергесін ғой. Ананда, мынанда тыға бергесін ғой аузыңа. Ақыр беретін алдының бересай. Не болды? Көрінген нәрсе жеген жоқпын ғой мен. Андай слабительный азыратын шөп дәрі бар ғой. Сондай ішкем ғой мен. Содан кейін ішім ауыр. Ой, сен тыныпсың ғой сен. Бір алтынға бола дел саулығыңды құртып, химия ашып, ақыр беретін болғаннан кейін өз жерде бере салу керек та, ұтылдым болды мәзілфа міне деп. Жотам, дұрыс па бәрі? Аяқ қолым дірілдеп кетті ғой. Тамақ ішкен сайын кетіп жатырды ше. Аяқ қолым дірілдеп әлім қалмай бар жатыр. Соны енді вообще ішпей ойбай! Уин сүлбән деп қоясың ғой. Ой, сен тыныпсың ғой. Шіркін олимпиадада ше. Осындай спор дегенден болғанда ғой, мен баяғыда қазақ еліне бір алтын әкеліп қоятын едім. Беретін болдың ба алтыныңды? Ала берші, не болды? Мен жағдайымды ойлаймын сен алтынды өліп барасың ғой. Ала берші бер. Бересің ба? Міндетсінбей дұрыстап бер, әлі берші бер демей. Құтты болсын алтын. Рахмет. Қолым жұмаған бірақ. Ой, мынауың тымты ғой болды ғой. Қақта тұр алтының. Ламбартта шығардың ба? Ала берем мен жақтан. Ой, қайбаш. Ой, қайып. Қайып. Ой. Ой, қайып. Тұржай? Кеп қалдыңыздар ма? Не болды? Өлген Ленин құсап, қорылдап жатсың ғой. Не болды? Қаш жүрсің менен? Қаш жүргеніз? Қаш жүрген жоқ? Қашан келдіңіз? Азанда келдім. Қашан келдіңіз дейді ғой. Күтіп алды ма ала бала? Күтіп алды. Жүгіріп шықты алдымнан. Сағат қанша болды? Ойбай, 8 болыпты ғой. Не болды? Қашып жүрсің менен? Қашқан несі? Мен тірлік істеп жүрмін. Мен кукуруз ақыран жеп жүрген жоқпын ғой мен. Трақтың басына шаршайым. Кеп ұйықтап қалдым мен. Ой, қойш. Сылтап әшейін бәрі сек. Анеға барам, мында мынеға барам, анда қашып. Не араласпайсың бе мен? Араласпайсың дегеніз. Қалай араласам сізбен? Сіз бывший зек емессіз ба сіз деген? Қалай араласамыз? Ой, мен қылмыскер болғанда да, Совет өкіметінің кезіндегі майда жүйде қылмыс қой ол. Қылмысқа да жатпайды ол әшейін. Майда жүйде.
Қылмыскер ғой, по-любому. Дұрыстап отырш, бұлай қарап, аяғың созып кішкене. Серьезно әңгіме айтуға келіп отырмын ғой саған. Бұл Зülфанның үйі, қызымның үйі болғанмен білесің ба? Бұл үйдің еркегі сен ғой. Кішкене дұрыстап әңгіме айту, тәуір әңгіме айтуға келіп отырмын ғой саған. Не аруған үйленгенін айтпайсыңдар? Қалай тойға шақырмайсыңдар? WhatsApp-тан сообщение жібердік қой сізге. WhatsApp-тан сообщение жібердік қой. Сорылсу, WhatsApp-ыңды білем ба мен? Жоқ қандай менде? Сізге баяғыдай сонда көгершінге хат салып жібереміз, не істейміз сізге? Жіберген жоқпыз ба? Әлеуметтік желі деген заман дамыған ғой ата, қыз сізге. Үйге келіп, ата, апа, қалғанай деп амандасып, шай қылып, міне пәлен күні, пәленнің тойы күні уақыты деп айтып, белгілеп беріп көтішеді ғой баяғыда. Осы WhatsApp деген бәле шыққалы, бүкіл індет болды осының бар ішіне кіріп кетті. Араластық, құрластық деген керек қой кішкене. Сол WhatsApp-та араласып жүрміз ғой, өлмейік. Туысқандар деген группа бар, если что. Айтып атырық сояқта барлығын. Қойш, о группаның бәрі әшейін мақтанкешілік ішінде. Анан алдым, мінан алдым деп ішінде. Бәрібір араласып, амандасып, үйге жата қонып, шай ішпегеннен кейін болмайды оның бәрі. Тірлік болса ол. Бұл Зülфанның үйі болғанмен, қызымның үйі болғанмен, бұл үйдің тірегі сен ғой, еркегі сен ғой. Кезінде қандай жігітең білесің ба? Қылпылдап тұрайым мен кезінде. Қылпылдап тұрайым ой дейді ғой маған. Зülфанымды алатын кезде білесің ба? Ойбай ата, ойбай көке деп, аяғыма жығылып бетімді сүйіп, Зülфанымды алып кеткен білесің ба сен? Ол кезде дүниеңіз көп еді ғой сіздің. Жағымпазданатындайым болды да енді мен. Дүниеңіз бар еді дейді ғой. Зülфанымды не үшін бердім саған білесің ба? Құтылу үшін ба? Сол әзілдей бермеш. Серьезно әңгіме айтып отырмын мен саған. Мен саған бір шындықты айтайын. Мына сенің әкең, менің жан досым, жан другым болған. Екеуміз бала кезден тай құлындай тебісіп, мықты өскенбіз екеуміз былайнан. Әкеңнің көзі кеткеннен кейін сені қамқорлығыма өзім алдым. Бауырыма бастым. Жаныма жақын тарттым. Өсірдім, жетілдірдім. Қазақта бір жақсы сөз бар. Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Әкең қандай адам еді сенің, білесің ба? Маған сені тапсырды. Содан кейін мен саған қызымды бердім. Жаман. Ұлықпан ата, дұрыс айтасыз негізі. Дұрыс айтасыз. Мұна айтып атқан әңгімеңіздің бәрі мен сай сүйегім сырқыратты. Жүрегіме жетті мен. Мен қателік негізі. Кешірім сұрайым. Ағаттық кетті менің, кешірім сұрайым. Не кешіріңізші? Ой, кешіріңіз ән, сізден қашқалақтап жүргеніме. Кезінде жолдас балдар ғой маған үгіттеген осылай. Не деп? Сенің қайнатан қылмыскер деп. Жолдас балдардың арқасында осындай жағдай жетіп тұр, кешірім сұрайым. Кешіріңізші. Кешірем ғой, мен кешірмегенде қайда барам? Кешіресіз ба? Кешірем, араластық деген керек та сонда да. Үй жаққа өтіңдер, шай қыламыз, қона жатыңдар. Нардың бар ма? Нарды бар ғой? Ойнайық та сон, шай қылып, отырып, нарды ойнайық екеуміз. Есіңізде шығып кетпеді ма нар? Есімде ғой бәрі. Соңғы рет түрмеде ойнаған жарсыз? Жер. Жылтырап тұр ғой қараш, қандай әдем жүзік. Рахмет, подружка. Зор болды ғой. Дәу ғой саған ол. Ой, ровно кеп тұр мені қарасай. Мені. Болды. Диета, мета деген енді ұстамайым. Адам өз денесі қандай бар, солай жақсы көру керек қой өзін. Құдайдың берген нәрсесіне шүкір етіп, өз-өзін қабылдай білу керек. Сол кезде адам бақытты болады екен әні. Көрдің ба? Болды. Енді бұдан кейін бар ғой, ештеңке айтпайым да, қалай бар, өзім солай жақсы көрем. Негіз сондай болу керек. Дұрыс айтасың. Қалай бар, солай жақсы көру керек қой негіз. Подружка, бірақ мына жүзің күшті болғанмен амайым мен бұны. Рахмет ма? Ай, шын айтып отырсың ба? Мен саған просто мотивация болсын деп не ағам ғой. Рахмет. Жаным, рахмет е. Настроением түсіп кетіп еді же. Алда ала берем. Қашты бриллианттан көздері ше. Күшті негіз, күшті жүзің ше. Дихан баба оның қайда? Үйде ғой? Соны яқшы. Ет асайықшы. Ет асайықшы. Айдана!
ет саш қазанға. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim.